Қайырлы күн қыздар, біз сіздермен гарнирге осындай күріш дайындаймыз. Ол үшін алдымен газымызға ыдысымызды қойып қатты қыздырамыз да май жағамыз. Осыдан соң майымыз қатты қызғаннан кейін оған жартылай кептірілген, яғни алдын ала жуылып қойылған күрішімізді саламыз. Күрішіміз міндетті түрде алдын ала жуылған болу керек, су болуға болмайды. Осылай барлық күрішімізді саламыз, содан соң жақсылап оны араластырамыз. Яғни ыдысымыздың түбіндегі май барлық күрішке тиюі тиіс. Осылай жақсылап араластырып аламыз да ыдысымыздың қақпағын жауып қоямыз. Міндетті түрде отымыз осындай қызып тұрған болу керек, яғни қатты жанған газда пісіруі тиіс. Осыдан соң ыдысымыздың қақпағын 30 секундқа жауып қоямыз. Бұдан кейін күрішімізге шым-шым тұз, яғни дәміне қарай тұзын салып, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған болуы тиіс. Су күрішімізден 1 сантиметрдей ғана асып тұруы керек. Енді осының қақпағын жауып, жарты сағатқа пісіреміз, отты басып қоямыз. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Енді осыны жақсылап араластырып, ыдысымызға әдемілеп саламыз. Ол үшін кесені алып, оған күрішті толтырып, жақсылап үстінен басамыз. Содан соң салатын тәрелкемізге төңкереміз. Міне осылай. Жанына бізде тауықтың еті. Міне осылай. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.